Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен машинкамды тазалап, майлап жатырмын. Соны сізге көрсетейін дегенім. Менде LK150 машинкам. Бәрін шаңын сүртіп, рельстарын, иглаларды алға қарай жылжытамын. Сүртіп шығамын. Негізі әр тоқыған сайын солай сүртіп тұру қажет. Негізі пластмассы дейді, майламасы болады дейді, бірақ майлап қойған дұрыс. Әрқайсысын өстіп алғары жылжытамын, соңы мына иглаларын сүртіп шығамын. Содан кейін каретканы аламыз. Оңай шешіледі. Полностью рельстің арасын. Тряпочка бізде ХБ болу керек. ХБ ешқандай микрофибра, мынау без ворса дейді ғой, сондай болу керек. Полностью бәрін ашып, шаңда көрдіңіз ба? Мында шаң болады тоқыған сайын. Себебі жіптің ворс дейді ғой, солар ұшады. Сол үшін барлық осы жердің бәрін сүртіп шығамыз. Түгелінен сүртіп шығуымыз қажет. Көрдіңіз ба? Мына жерге саусақтарыңызды араласын тығып тұрып, прям сухой тряпочкамен, көрдіңіз ба? Мында кір болады. Полностью сүртіп шығамыз. Сүртіп шығамыз. Полностью мына инелерді алға қарай жылжытып, мен айтып кеткендей уже полностью мына рельсы бәрін өсіп сүртіп шығамыз. Содан кейін біз майлауға кірісеміз. Егер машинканы жаңадан алсаңыз, коробкасында оның жаңағы несі болады. Майы болады. Мынандай пакетикта өзінің специальный майы болады. Бұл менде екінші упаковка. Негізі бір упаковка 1-2 айға жетеді. Өстіп ашып аламыз да. Жаңа тряпканың тазасын аламыз да. Кішкене ғана тамызамыз. Көп тамызбаймыз. Бір тамшы былай өстіп аламыз да. Кішкене ғана, бір-ақ тамшы тамызамыз. Осы тамшы бізге бүкіл игольницаларды полностью былай жүргізіп сүртіп шығамыз. Құюдың қажеті жоқ. Тек қана мына жерді алдын, артын бәрін өстіп бір тамшы маймен сүртіп шығамыз. Особенно мына иглы бар ғой, инелердің артын. Бұлай сүртудің қажет жоқ. Әр инені сүртудің қажет жоқ. Бір тамшы май бізге кәдімгідей жетеді, полностью бәрін аралап шығуға. Маймен майлап шығуға. И бұл процедураны сіздер әр тоқыған сайын жасап тұруыңыздарыңыз қажет. Енді тағы да кішкене аламыз да, каретканы майлаймыз. Кішкене ғана тоже бір тамшы маймен кареткамызды тоже кішкене майлап қоямыз. Міне, бізге осы жеткілікті. Осы майымызбен мына тұрған біздің пластмассовый нелерімізді осылай үстінен жүргізіп шығамыз. Рельсы, мына жағы, осы жерін бәрін жүртіп бір маймен сүртіп шығамыз. Сол кезде сіздің машинкаңыз сізге ұзағынан қызмет жасайды. Жай ғана сүртіп шығамыз. Ешқандай тамызып, былай нетудің қажет жоқ. Болды. Осы процедура аяқталды. Енді тоқуға кірісеміз. Барлықтарыңызға рахмет.
лайк басып комментарий жазып жіберсеңіз өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар.